Сабақтың тақырыбы: заттар қай кезде қайнайды және балқиды. Сабақтың мақсаты: заттардың қасиеттері, қайнау және балқу температураларын сипаттауды үйрену. Әрбір заттың тек өзіне ғана тән қасиеттері болады. Ол қасиеттері басқа заттардың әсерінен тәуелсіз болады. Көптеген қасиеттері, түсі, дәмі, иісі, созылымдылығы, тығыздылығы бізге таныс. Заттардың өте маңызды қасиеттері, қайнау және балқу температуралары адам баласы үшін аса қажетті болып табылады. Су қайнайды, металл балқиды. Мұндай көрініс бізге бала кезден таныс. Бірақ су да балқып, металл да қайнайды екен. Бір сөзбен айтқанда, бұл ұғымдарды кез келген затқа қолдануға болады. Барлық заттар түрлі агрегаттық жағдайда бола алады. Бұл жағдай бөлшектердің өз арасындағы емес, зат бөлшектерінің орналасуына және қозғалысына байланысты ерекшеленеді. Белгілі бір жағдайда заттар бір агрегаттық жағдайдан екіншісіне ауыса алады. Заттардың агрегаттық ауысуы жүзеге асатын бірнеше үдеріс болады. Заттың үш күйі болады: қатты, сұйық және газ тәріздес күйі. Балқу – заттың қатты күйден сұйық күйге ауысуы. Балқу температурасы – заттың балқуы жүзеге асатын температура. Қайнау – заттың сұйық күйден газ тәріздес күйге ауысуы. Қайнау температурасы – қайнау жүзеге асатын температураны атаймыз. Келесі слайдтан балқу процесін тәжірибе жасап көреміз. Біздің тәжірибемізге оттық және де майшам қажет. Майшамды оттықпен жағамыз. Жағылған майшамды бақылайтын болсақ, отқа жақындаған майшам парафині еріп, балқи бастағанын көруімізге болады. Яғни майшам парафині қатты күйден сұйық күйге айналуда. Бұл балқу процесі. Балқу дегеніміз заттың қатты күйден сұйық күйге айналуы. Сен білесің бе? Қайнатуды электростанцияларында электр қуатын өндіру үшін қолданады. Қайнатуды ғимараттарды жылыту үшін қазандықта және бу қондырғысында қолданады. Қайнатуды медицинада құралдарды залалсыздандыру үшін қолданады. Қайнатуды тағам әзірлеу үшін қолданады. Кейде аяқ жолдағы қар тезірек еру үшін оған тұз себеді. Суда тұз ерітіндісі түзілетіндіктен мұз ериді. Судың қату температурасы ауа температурасынан төмен болады. Бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңдер деген ойдамын. Кері байланыс беріп жіберіңдер. Блоб ағашы. Сіз өзіңіз бүгінгі сабақта түсінгеніңізді қаншалықты бағалайсыз? Блоб ағашынан өзіңізді таңдап белгілеңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңдар.